Ассаламу алейкум қадірменді көрермендер. Біліп жүр арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің хабарымыз Қазақстанда сынақтан өтіп жатқан түркиялық әскери техника Arma 8-8-ге қысқаша шолу жасайтын боламыз. Ендеше кеттік. Қазақстандық сарапшылар қарулы күштердің халықаралық қару-жарақ пен әскери техника нарығын зерттеу аясында түріктің Arma 8-8 бронды машинасының мүмкіндіктерін бағалады. Мұндай машина жоғары ұтқырлыққа және НАТО стандарттарына сәйкес келетін баллистикалық және минадан қорғаудың жеткілікті деңгейіне ие. Arma 8-8 тереңдігі 1,8 метрге дейін жететін суды 8 км/сағатына дейінгі жылдамдықпен жүзіп өте алады. Қарағанды гарнизонында түрік бронды автокөлігінің мүмкіндіктері тексеруден өткізілді. Спасск полигонда машинаның көрсетілімі өтті. Тестілеу күннің әр уақытында, яғни түнде және күндіз өткізілді. Өндірушінің айтуынша, қазақстандық армия үшін NEFR жауынгерлік моделі 2А42 автоматты зеңбірегі және қосақталған 7,62 мм пулеметі бар. Бұл қазақстандық армия үшін арнайы әзірленген модуль. Көлік көздеу жүйесімен жылу бейнелеу камерасымен жабдықталған. Ол түнде оқ атуға мүмкіндік береді. Бұл түнде нысанды анықтап көріп, дәл атып түсіруді қамтамасыз ете алады. Соңғы 10 жылдықтарда ерекше жылдам қарқынмен дамып келе жатқан түрік қорғаныс өнеркәсібі бронды қару-жарақ пен техниканың жаңа түрлерін жасау мен өндіруде жаңа жетістіктерін белсенді түрде көрсете бастады. Осы жаңа өнімдердің қатарында дөңгелек конфигурациясы 6x6 және 8x8 түріндегі Otokar компаниясының Arma сауытты көліктері де бар. Arma 8x8 сауытты көлігінің салмағы 24 тонна. Бұл алдыңғы Arma 6x6-ға ұқсас. Ол көлік құралының жүргізушісі мен командирін қоса алғанда толық жабдықталған 12 сарбазды тасымалдауға қабілетті. Көлік құралын әуе арқылы С-130 Геркулес типіндегі ұшақтармен тасымалдауға болады. Arma 8x8 көлігі амфибиялық мүмкіндіктерге ие. Сауытты көліктің жүргізушісі әртүрлі жолдарда жүрген кезде түймені басу арқылы 8x8 режимінен үнемді 8x4 режиміне оңай ауыса алады. Бұған дейін Arma жауынгерлік көлігі Қазақстанда Қарағанды облысында сынақтан өткен болатын. Сауытты көлік қармен 65 см тереңдікте жүре алады. Қару-жарағы да сыналған. Оның калибрін 105 мм-ге дейін жеткізуге болады. Бұған дейін Түркия тарапы Arma сауытты көлігін Қазақстанға тегін беруге дайын екені жөнінде хабарлаған болатын. Қадірменді көрермендер, бұл видео қызықты болса, лайк басып, осы арнаға жазылып қойыңыздар және қоңыраушаны басып қойыңыздар, басқа видеоларды жіберіп алмас үшін. Баршаңызға ассаламу алейкум.